Саламатсыздар ма әлеуметтік желі қолданушы оқырмандар? Арнаулы кітапханасының ақпарат айнында атты 36 шығарылым аясында мерзімді басылымдарға онлайн шолуымызды жалғастырамыз. Жергілікті басылым Сыр бойы газетінің 19-20 санында ел тарихындағы маңызды кезең атты мақаласында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу жөніндегі мемлекеттік комиссияның алғашқы отырысы өтті. Президент Қазақстан тәуелсіздік жылдарында елбасының көшбасшылығымен барлық қиындықтан өткенін, қуатты мемлекеттің іргесін қалағанын, енді егемендіктің 4-ші онжылдығына қадам басқанын, бұл еліміз үшін аса маңызды кезең екенін атап өтті. Мемлекет ел тарихындағы елеулі мереке кезінде құр даңғаза мен ысырапшылдыққа жол беруге болмайтынын, әрбір шараны елге пайдасы тиетін нақты істерге ұластыру қажет екенін баса айтты. Экономика, әлеуметтік сала, білім, ғылым және басқа да бағыттар бойынша тың жобалар қолға алынатынына тоқталды. Ел тілегі газетінің 6 санында қазақтың ырым тыйымдары туралы не білеміз атты мақаласы жарияланған. Қазақ халқымен ғасырлар бойы жасасып келе жатқан ырым тыйымдар жүйесі халқымыздың өмірінде, салт санасында, әдет ғұрпында, тұрмыс тіршілігінде кеңінен көрініс тапқаны белгілі. Ырым тыйым арқылы бала тәрбиелеу, жат әдеттерден тыю, туындауы мүмкін қауіп-қатерлерді ескеру және тағы басқа нәрселер ұлтымыздың рухани кеңістігінде әлі күнге дейін сақталып келе жатқан тарихи, этномәдени, әлеуметтік мәні терең дүние. Кейбір ырым тыйымдар бағзы замандардағы шамандық, тәңірлік наным-сенімдердің сипаты, белгісі ретінде де көрініс беріп жатады. Қалай дегенмен, ырым тыйымдарды халқымыздың ұлттық болмысына бөле жара қарауға болмайды. Егемен Қазақстан газетінің 27 санында жарияланған мақалаларға шолу жасасақ, 8 бетінде хакімнің асыл мұрасы және тойдан соңғы ой атты мақалалары жарияланған. Былтыр Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналғандығы қалың қауымға аян. Мемлекеттік деңгейде ұйымдастырылған ақынның торқалы мерейтойының аясында еліміздің түкпір-түкпірінде оның өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында көптеген ауқымды мәдени іс-шаралар өткізілді. Әрине, бұл заңда ғана емес, бүкіл адамзатқа ортақ ұлы тұлғалардың бірегейі Хакім Абайды дәріптеуді әрбір парасатты адамның борышы деп білеміз. Осы санның 11 бетінде есіл көтерілісі кімнің мүддесін көздеді атты мақаласы жарияланған. Осыдан 10 жыл бұрын Ресей тарихшылары үшін Батыс Сібір шаруалар көтерілісі, ал қазақтар үшін есіл көтерілісі деген атпен тарихта алған елеулі оқиғалардың бірі ақпан айында басталған еді. Кеңес дәуірінде контрреволюция деп айыпталған қарулы көтеріліс қазіргі Ресей тарапынан аяқталып, коммунистік кеңес билігіне қарсы азаттық соғыс деп бағалануда. Осы пікірді жақтаушылар Қазақстанда да бар. Жас алаш газетінің 8 санында бөлек бейне Сәбит Оразбаев жайлы бір үзік сырын оқи аласыздар. Ана тілі газетінің 5 санында жарияланған мақалаларға шолу жасасақ, 1 бетінде ерлікті бағалай білейік атты мақаласы жарияланған. Биылғы жыл айтулы күндерге толы. Әсіресе екі тарихи дата біз үшін аса қымбат әрі маңызды. Оның біріншісі ұлт шежіресіне алтын әріппен жазылған тарихи күн деп елбасы бағалаған тәуелсіздігімізге 30 жыл болса, екіншісі 1986 жылы КСР отаршылдығына қарсы тұңғыш рет бас көтеріп, қарсы шыққан желтоқсан көтерілісіне 35 жыл толады. Толығырақ осы саннан оқи аласыздар. Осы санның 2 бетінде әліпби түзудің басты қағидалары сақталды атты мақаласында латын негізі қазақ әліпбиі бүгінгі күн тақырыбындағы ең өзекті мәселенің бірі болып отыр. Күні кеше ғана ел назарына ұсынылған жаңа әліпбидің жай-жапсары, жетілдіру мәселелері туралы да бірқатар сұрақтардың туындағаны белгілі. Осы мақаладан көкейдегі сауалдарға мамандардың берген жауаптарымен таныс боласыздар. Осымен бүгінгі мақалаларға шолуымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.